Сәлем достар, бүгін мен сіздерге текетірес фильмі туралы айтып беремін. Полиция жасағы қорғаныс киімдерін киіп, Лоулес есімді нағыз оңбаған отырған камераға бет алады. Қылмыскерлер оны жек көреді, өйткені Лоулес полициямен мәмілеге келген болатын. Тұтқындардың бірі оған пышақ лақтырғанда, Лоулес торды бір ұрып жауап қайтарады. Оның соққысынан темір торы майысып қалады. Қылмыскерді гаражға алып шыққанда, ол тағы бір адамның бар екенін сезеді. Келесі сәтте оны басынан атып өлтіріп кетеді. Полиция оқ атылған желдеткіш жаққа қарай оқ жаудырады, бірақ қаскөй аман қалады. Ол сыртқа шығып, адам сенгісіз жылдамдықпен барлық полицейлерді сұлатып салады. Сонымен қатар, шабуылдаушы марқұм Лоулестің айнымайтын көшірмесі екен. Ол алапат жылдамдықпен қашып кетеді. Полицейлерден бөлік оның соңынан кеңістікаралық ауысуларды бақылау ұйымының қызметкерлері Эван Фанч пен Диккер аттанады. Габриэль Юлоу есімді қаскөй кезінде олармен бірге жұмыс істеген. Олар параллель әлемдер арасында заңсыз ауысып жүргендерді ұстайтын. Тапсырмалардың бірінде Юлоу өзін қорғау мақсатында басқа шындықтағы өз көшірмесін өлтіріп қояды. Сол сәтте марқұмның энергиясы барлық белгілі әлемдердегі қалған көшірмелерге таралып кетеді. Күштің тасығанын сезген Юлоу мұны қайталағысы келіп, әртүрлі ғаламдардағы егіздерін өлтіре бастайды. Осының арқасында ол өте мықты әрі жылдам болып шығады. Алайда әлі тірі қалған көшірмелері де өз үлестеріне тиісті күшті алады. Диккер мен Фанчқа Юлоуды өлтіруге тыйым салынған, өйткені оның тек бір ғана көшірмесі қалды. Егер барлық ғаламда тек бір ғана Юлоу қалса, не болатынын ұйымдағылар білмейді. Бәлкім, бәрі осымен аяқталатын шығар. Немесе ол Құдайдың күшіне ие бола ма? Сондықтан қарсыласын қуған Фанч оны нысанаға алғанымен оқ атпайды. Юлоу кеңістікаралық туннелдің ашылуын күтіп тұрған еді. Соңғы секундта Диккер оны көлікпен қағып кетеді. Олардың бәрі ғаламдар арасындағы ауысуларды бақылау ұйымының бас ғимаратына аттанады. Осында Юлоуды тұтқындап, айыптау үкімін шығарады. Оны өлтіруге болмайды. Сондықтан Юлоуды өмірі тозақ болып көрінетін әлемдегі сұмдық түрмеге жібермек болады. Алайда үкім орындалатын сәтте жарылыс болады. Оны Юлоудың сүйіктісі ұйымдастырған еді. Ол сотқа көрермен ретінде келіп, туфлиінің өкшесінде жарылғыш заты бар тышқанды ала келген. Жарылыстан кейін Юлоу босап шығып, өзінің соңғы көшірмесі тұратын әлемге аттанады. Оның есімі Габриэль Лоу немесе жай ғана Гейб. Бұл ғаламда ол полицияда жұмыс істейді, және дәл қазір тұтқынды тасымалдауға дайындалып жатыр. Гейб те басқа әлемдердегі көшірмелерінің өлімінен кейін қалған күшті иемденген. Бірақ өзінің неліктен өте жылдам әрі мықты болып кеткенін түсінбейді. Полиция жасағы гаражға түскен кезде, оларға Юлоу шабуыл жасайды. Алайда Гейбті өлтіру оның қолынан келмейді, ол қашып кетеді. Гейб оның соңынан қуа жөнеледі. Бірақ ол биік қоршаудан асып өткенде, Юлоу оған оқ атады. Гейбті Диккер мен Фанч құтқарып қалады. Оларды көрген Юлоу қашып кетеді. Осы қақтығыстан кейін Гейб үйіне, әйелі Тикиге оралады. Әйелі оған қатты алаңдап, ауруханаға баруын өтінеді. Сол жерде Гейб өзіне ұқсайтын адамды көргенін, және егізі оны өлтірмек болғанын мойындайды. Ал әріптестеріне болса, өзін есі ауысқан деп ойламасын деп, шабуылдаушының бетін көрмегенін айтады. Тики күйеуіне тексерілуді ұсынады. Бәлкім ол ауыр жарақат алып, соның салдарынан галлюцинация көріп жүрген шығар деп қауіптенеді. Гейб келісіп, оны бірден томографияға жібереді. Тексерілу алдында барлық металл заттарды шешу керек болады. Гейб неке сақинасын береді. Ал саусағында сақинаның ақ ізі қалады. Гейб томографта жатқанда кабинетке Юлоу кіріп келеді. Оның соңынан Фанч пен Диккер де кіреді. Атыс басталады. Мылтық дауысын естіген Тики мен Гейбтің әріптестері атыстың қайда болып жатқанын көру үшін күзет бөлмесіне барады. Осы сәтте Юлоу Гейбті өлтірмек болады, бірақ оның тапаншасы томографқа жабысып тартылып қалады. Фанч пен Диккер қылмыскерді нысанаға алады, бірақ кенеттен күзетші жүгіріп кіріп, олардың назарын аударып жібереді. Юлоу сәтті пайдаланып, томографты сындырып, қаруды тартып алады. Ол күзетшіні өлтіріп қашып кетеді. Юлоудың қашып бара жатқанын бейнебақылау камерасы арқылы полицейлер байқап қалады. Олар мұны Гейб деп ойлап, оны тұтқындауға жүгіреді. Гейб болса қоймадан тауып алған қара комбинезонды киіп, дәлізге шығады. Енді ол басқа ғаламнан келген зұлым көшірмесінен мүлдем айнымайды. Полицейлер оны тоқтатып, берілуге көндірмек болады. Бірақ Гейбтің түрмеге отырғысы келмейді. Ол ештеңе істемегенін түсіндіруге тырысады. Бірақ әріптестері оны тыңдағысы да келмейді. Кеңістікаралық полицейлер мұны көріп, Гейбтің өз адамдарының қасында болғаны қауіпсіз екенін түсінеді. Олар Юлоуды ұстауға аттанады. Диккер бөлінуді ұсынады. Ол Юлоудың соңынан барады. Ал Фанч Гейбтің ізіне түсуі керек. Диккер жарылғыш затты іске қосып, серіктесінен оны сағатпен синхрондауды сұрайды. Егер Фанч гранатаның жарылғанын көрсе, бұл Диккердің өзін және Юлоуды бірге жарып жібергенін білдіреді. Демек, ғаламдардағы тепе-теңдікті сақтау үшін оған Гейбті де өлтіруге тура келеді.
Гейбті тұтқындамақ болғанда ол әріптестерін қарусыздандырып қолдарын кісендеп тастайды. Тек Тики ғана оған сеніп үйіне жібереді. Олар сол жерде кездесіп, бәрін талқыламақ болады, бірақ оны жалғыз жібермейді. Гейбтің үйін тексеру үшін онымен бірге полицейлер де барады. Юлоу болса бұл уақытта өзін өліктің кейпіне салып, аурухана мәйітханасына жетеді. Патологоанатомдар қапты ашқанда ол атып тұрып, жедел жәрдем көлігін айдап кетеді. Деккер оның ізіне түсіп, ол да көлікке мініп үлгереді. Фанч Габриэльдің соңынан барады, бірақ Гейб оны аңдып тұрып, болған оқиғаның шындығын айтуға мәжбүрлейді. Фанч бәрін мойындайды. Юлоу басқа ғаламдағы Гейбтің көшірмесі екенін, және ол өз егіздерін өлтіріп жүргенін айтады. Соның салдарынан Габриэль өте мықты болып кеткен. Сондай-ақ, Фанч әлемдер арасындағы ауысу ережелерін түсіндіреді. Дәл осы уақытта Деккер Юлоуды тұтқындауға тырысады, бірақ ол апат ұйымдастырады. Қарсыластар төбелесе бастайды да, Юлоу басымдыққа ие болады. Өзінің жақын арада өлетінін түсінген Деккер жарылғышты іске қосады, бірақ Юлоу оны залалсыздандырып үлгереді. Фанч серіктесінің граната қолданғаны туралы сигнал алады. Ол Гейбті өлтірмек болады, бірақ қолынан келмейді. Юлоуды полицей байқап қалады. Деккердің денесін көрген ол қаншерді нысанаға алды, бірақ кенеттен мотоцикл мінген полицейлер пайда болып, Юлоу олардың көзін жойды. Полицей Юлоуды атып тастамақ болды, бірақ ол оқтан жалтарып, полицейді өз мотоциклімен өлтірді. Содан кейін ол полицейдің көлігін айдап кетіп қалды. Тики үйіне келгенде, полицейлер барлық бөлмелерді тінтіп жатқан еді. Тики оңаша қалғысы келетінін айтып, Олдриджден шығуын өтінді. Ол ваннадағы сабыннан қан іздерін байқады. Сосын төбедегі люкті ашқанда жерге түскен шаңды көрді. Ол жоғарыға қарап, Гейбті көрді. Күйеуі одан қару беруін сұрады. Бірақ Тики терезеден оның егізін көріп қалып, күмәндана бастады. Оның бөлмесінде тығылып отырған шынымен Гейб пе? Ол алғаш танысқан жерлері туралы сұрақ қойды. Бірақ Гейб қате жауап берді. Алдында Юлоу тұрғанын түсінген ол тапаншасын кезеп, Олдриджді көмекке шақырды. Бірақ ол ештеңе істеп үлгермеді. Юлоу оның қаруын жұлып алып, полицейді өлтіріп тастады. Дәл осы сәтте сыртта жүрген Гейб Юлоудың Тикиді ұстап алып, оны атып өлтіргенін көрді. Оқ дауысына полицейлер жүгіріп келді, бірақ Юлоу терезеден секіріп қашып үлгерді. Гейб оның соңынан қуды. Бірақ полицейлер оған оқ жаудырғандықтан кейін шегінуге мәжбүр болды. Енді оның жалғыз мақсаты Юлоуды тауып көзін жою. Жолда оны Фанч алып кетті. Олар бірге Юлоуды іздеуге аттанды. Фанч пен Гейб жанармай құю бекетіне тоқтады. Сол жерде Фанч багаждан Юлоуды өлтіре алатын қаруды шығарды. Ал Гейб шам бағанасын бір теуіп сындырып, бұл үшін оған тапаншаның қажеті жоқ екенін көрсетті. Осы сәтте ғимараттан жанармай құюшы жүгіріп шықты. Ол Деккердің дәлме-дәл көшірмесі болып шықты. Фанч онымен өзінің қаза тапқан серіктесімен қоштасқандай қоштасты. Юлоуды іздеуге аттанбас бұрын, Гейб егер зұлымды жеңе алса, Фанчтың оны өлтіруіне келісімін берді. Олар Юлоуды зауыттан тапты. Қаскөй Деккерден тартып алған гранатаны іске қосты. Жарылыстан кейін Фанч бірінші болып есін жиды. Ол Юлоудың соңынан қуды, бірақ ол Фанчты оңай жеңіп кетті. Қаруын тартып алып, қолы мен аяғын жарақаттады. Енді Фанчтан пайда аз еді, сондықтан іске Гейб кірісті. Ол Юлоумен жекпе-жекке шықты. Шайқас алдында Юлоу комбинезонының үстіңгі бөлігін шешіп тастады. Гейб Юлоу сияқты стильде төбелесті. Ол өте агрессивті болды, бірақ әдетте ол мүлдем басқа төбелес стилін қолданатын. Осының кесірінен Юлоу соңғы жойқын соққысын берді, және оның энергиясын қабылдауға дайындалды. Алайда Габриэль өлген жоқ. Ол орнынан тұрып, өзінің бұрынғы жұмсақ стилімен төбелесуді ұйғарды. Бұл нәтиже берді. Гейб Юлоуды соққының астына алды. Жекпе-жек барысында олар жанармай цистерналарын зақымдап, отын еденге төгілді. Жеңіліп жатқанын түсінген Юлоу балтаны ала жүгірді, бірақ ол да оған көмектеспеді. Габриэль балтаны тартып алды, бірақ қарсыласын өлтірмеді. Оның орнына ол Юлоуды Фанчқа сүйреп әкелді. Олар бірге басқа ғаламға ауыса алады. Ол жерде зұлым заң бойынша жазаланады. Олар Юлоумен бірге зауыттан шыға бергенде, төгілген жанармай жарылып, Гейбтің киімі отқа оранды. Оған комбинезонның үстіңгі бөлігін шешуге тура келді. Енді ол мен Юлоу бір-бірінен айнымай қалды. Олар кеңістікаралық ауысуларды бақылау ұйымына тап болғанда, Юлоу Гейбті нұсқап, қылмыскер осы екенін айтты. Гейбті ауыр жұмыс әлеміне жіберетін орындыққа отырғызды. Бірақ Фанч оның саусағындағы неке сақинасының ізін дер кезінде байқап қалып, ауысуды тоқтатты.
Габриэль босатылды, ал Юло өте қараңғы әлемге жіберілді. Ол жерде оған мыңдаған жергілікті тұрғындармен соғысуға тура келеді. Үйім басшылығы Габриэльді өз ғаламына қайтаруды бұйырды. Фанч ол жақта Гейбті көптеген кісі өлтіргені үшін тұтқындайтынын түсінді. Ол бастығын Гейбті жібермеуге көндірмек болды, бірақ ол көнбеді. Сонда Фанч координаттарды өзі енгізуге ниет білдіріп, Габриэльді үйіне аттандырды. Бірақ шын мәнінде ол Тикей тірі болған басқа ғаламның координаттарын көрсеткен еді. Осы әлемге тап болған Гейб жол жиегінде жаралы итті көріп, Тикеймен танысқан күнін есіне алды. Дәл қасында қыз жұмыс істейтін ветеринарлық клиника тұр еді. Габриэль ішке кіргенде Тикейді көрді. Қызға Гейбті бір жерден көргендей болып көрінді. Ал ол енді бәрін басынан бастай алатынын түсінді. Бүгінге осы, біз жазылыңыздар, онда басқа да қызықты пересказдар жарияланып тұрады.